Бүгін қайынсіңіліміз есік ашып келу керек, соған кешеден бері дайындықты бастап кеттік. Осындай ореховый пирог пен ванафи пай пирог жасадым. Қалай болған түрлері. Бұдан бөлек молочная девочка және вупи пай деген пирожный жасағанмын, оны түсірмеппін. Цезарь салат пен хрустящий баклажан деген салатты жасадық. Және самсалардың қамырын өзім илеп, өзім жайып, күшті қылып осылай жасадым. Рецепт сұрағандарыңыз бар еді, рецептінде мен профильге салып қойғанмын. Қамырды мен бешбармаққа жұмсақ қылып илеп қоя беремін. Сонымен үлкен абысындарым әкел біз илейік деп оны өздері қаттылап тұрып иледі. Қайын әпкем болса фруктыды неше түрлі нарезка қылып қойды. Осылай әдемі. Цезарь салатын рецептісі керек болса, маған комментарийға жаза кетіңіздер, міндетті түрде кейін салатын боламын, егер сіздерге керек болып жатса. Осындай қонақ күтуде біздің әулетте әркімнің өзінің фирменный бір жасайтын тамағы, самсасы немесе салаттары болады. Соны өзіміз бөліп келіп, сразу нан стейк деп соны істеп кете береміз. Или сен наны күшті істейтін ғой, давай соны істе дейміз да. Баклажан салатты қонақтар келуге бір 20 минут жарты сағат қалғанда бастап істедік, әйтпесе баклажан жұмсарып кетеді деді. Қайынәпкем бұны бірінші рет жасадық, енді күшті болып шықты, өзімізге қатты ұнады, енді постоянно істеп жейтін болдық. Кафелерге барып қалсам болды, бірінші сол хрустящий баклажан деген салатты заказ беретін тұғым ғой, енді қуанып тұрмын ғой, өзім жасайтын болдым деп. Егер рецепт керек болса, оны да салайын, жақсылап істеуді үйреніп алдым. Абысыным күліп жатыр ғой, отпускіге шыққан кезде құдалыққа, сондайға заказға шықсаң болады екен, салаттарды бәрін әдемі істедің деп.